Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің өмірлеріңізде мынандай жағдай бола ма? Сен өтіп кеттің, сені чуть ли машинаға қағып кетпеді, бірақ сен аман қалдың. Сен операцияға түстің, бірақ сенің диагнозың таба алмады. Содан кейін осындай неше түрлі бір жағдайлар сіздің өмірлеріңізде болады ма? Неге екенін сен оны түсінбейсің. Саған миллион болса да, 10 миллион болса да бәрібір, иә? Сен оны түсіне алмайсың. Бүгінгі тақырып жетіліктер туралы болады. Олар қандай адамдар? Қай күні олар туылған? Соны мен сіздерге айтып беретін боламын. Сіздер қоңыраушаны басып, каналға тіркелгенді ұмытпаңыздар. Өйткені бұдан да қызық ақпараттарды сіздерге мен беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Кез келген айдың 7-сі, 25-і, 16-сы күні туылған адамдар кету, мистикалық планетаның астына дүниеге келген адамдар. Олардың энергиясы 3% мойнына дейін, 97% тәндерінде олардың энергиясы. Қандай адамдар? Инопланетяндар бұлар. Бұлардың басының орнына олар жұлдыз, олар действительно өздерін жұлдыз ретінде есептейді. Егерде бірлік эгоист болатын болса, бұлар жетіліктер сверх эгоист. Олар өздерін құдай ретінде сезінеді. Сондықтан да агрессия болады. Бұлар доброта агрессивная дейді, любовь агрессивная дейді. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін бұны мынандай мысалмен айтайын. Егерде алтылық баласына айтатын болса, далада күн суық, бас киіміңді киіп шық деп айтатын болса, онда жетілік не дейді? Дала суық, бас киіміңді ки деп айтады да ол. Ол солай оған ғаламшар жұмыс жасайды. Именно осы жетіліктерде гениальность бар дейді. Қандай гениальный адамдар бұлар? Бұлар қашан гениальный болады? Егерде бұлардың тәндерінде тәртіп болатын болса, саналарында тәртіп болатын болса, сол кезде ғана бұларда гениальность болады. Әйтпесе бұлар сіздердің өмірлеріңізде де, өздерінің өмірінде де хаос жасайтын адамдар да, жағдайда да хаос жасайды, өмірде де хаос жасайтын адамдар. Бұлар не туралы айтады? Өте рухани адамдар, жетіліктер, осы материалдық әлемді түсінбейді. Бұлар мироздание дейді, осы әлемді түсіну үшін келген. Сондықтан да капат етеді. Давайте мен сіздерге түсінікті болу үшін кейспен айтайын. Шымкент қаласында өте көп консультация бердім. Сол кезде бір бала консультацияға жазылды. Мен оны білмеймін ғой, телефонмен сөйлеспеймін. Менеджер жіберді. Таразы қаласынан келген, сонда жаңа бала жетілік. 17 жасар оқушы бала келді, студент. Сонда айтады: мен Айсұлу ханым келді, мен ойлап отырмын дейді, менде шизофрениямын деп ойлап отырмын дейді. Неге десе, мен өте көп түс көремін дейді. Өздеріңізді танып отырсыздар ма? Мына әлем қаяқтан, мынаның барлығы не үшін берілген? Сонан кейін мен жаңағы бүткіл кітапты да түгін қалдырмай оқыдым дейді. Осы мына вообще жер қалай мынау жаратылды? Бұл қай жақтан бұның барлығы деген сұрақ менде өте көп болады. Сонан кейін сөйтіп ойлап жүріп, мен ойладым дейді. Мен, наверное, шизофреник болған шығармын деп, сөйтіп сізге консультацияға келіп отырмын ғой дейді. Мен жоқ балам, сен шизофреник емес, сен гениальныйсың. Именно сенде гениальность бар. Неге? Өйткені қараңыздар, мынау балалармен араласпай кеткен ғой, өзінің құрдастарымен араласпай бөлек жүреді екен да. Сонда бөлек жүрген кезде, ол бөлек жүрген балаға, егерде сіздің балаңыз жетілік болатын болса, сіз не ойлайсыз? Ойлайсыз ғой, мынау ауру ма, мынау ауырып жатыр ма? Түсінбейсің, сен өзіңнің балаңды сен өзің түсінбейсің. Неге? Өйткені сол энергия солай жұмыс жасайды. Сонымен ол бала разбор алды да кетті, но мен тағы да сүтсай ғылымына рахмет айтам. Өйткені бұл жақта нақтылық бар да, ол өзінің энергиясын білген кезде, деді ғой, мен оказывается ойлап жүр екенмін ғой, мен ауру екенмін деп. Мен айттым, жоқ дедім, саған энергия солай жұмыс жасайды, жүрген кезде ол энергия көтеріледі дедім да. Поэтому осы жетіліктер қандай салада жұмыс жасайды? Мықты компьютерный генийлар жетіліктер болады. Содан кейін IT жаңа программисттар, олар жетіліктер болады. Кез келген мына гениальный идея осы жетіліктерге келеді. Бухгалтер тоже жетілік болуы мүмкін. Бірақ бұларда короткая память дейді. Бұларда мына есте сақтау қабілеті олардың өте қысқа. Сізбен қазір сөйлесіп отырады, шыққаннан кейін ол уже ұмытып кетеді. Сондықтан да егерде сіздердің отбасыларыңызда сондай адам болатын болса, онда бақылап көріңіздер, өздеріңізді бақылап көріңіздер. Неге? Өйткені ол, қараңыздаршы, мына сверх эгоист болған кезінде, мысалы бірлік тақта отыратын патша болатын болса, ол энергия қалай жұмыс жасайды? Ол аспаннан түскен жұлдыз, ол жұлдыз ретінде өзін көреді. Сен кімсің дейді? Тақта отырған патшасың ба? Мен аспаннан түскен жұлдызбын дейді. Ол өзінің әрекетімен солай адамдарды күйретеді.
Мына момент сіздерге түсінікті ғой, иә? Сондықтан да просто бұны бақылау керек. Енді бұл плюсовой энергияда тез жүзеге асырғысы келеді. Өздерінің ойларын. И олар өте шыдамсыз болады. Оларға тез бәрін істеп тастау керек. Момент жасап тастау керек та бәрін. Минусовой энергияда қандай? Минусовой энергияда хаос, минусовой энергияда ретсіздік. Сондықтан да бізде қалай болу керек? Суцай ғылымында айтылады ғой. Суцай – это наука о дисциплине ума реализации души. Как только жетілік өзінің тәнін реттей бастайды, то есть йогамен айналысады. Йога деген ол тәніміздің тәртібі, сонан кейін жүрегіміздің тыныштығы, и бізде санамыздың сабырлығы. Суцай деген ол сол, өзіңді сен ретке келтіруің керексің. Егер де жеті жүріп бастайтын болса, не болмаса йогамен айналысатын болса, бітті сол салада ол дамый бастайды. Тағы да бір кейс айтайын. Бір қыз бар, жетілік, сонда ол айтады ғой, мен дейді ұйықтай алмаймын дейді. Ұйықтай алмаймын, неге екенін білмеймін. Мына спиртной ішпесем мен ұйықтай алмаймын дейді. Тек қана сонымен ғана ұйықтаймын дейді. Сонымен мен оған айттым, сенде енді басқа выход жоқ, тек қана жүруің керек дедім. Осы үйден шыққаннан, ол жаңағы консультациядан шыққаннан үйіне дейін жүріп барған ғой, 4 сағат. Сонда айтады, мен до того ұйықтаған кезде, ертеңгісін таңғы сағат 6-та 5-те мен 6-та 7-те тұрдым дейді. И настолько менің миымда мына санам ашылып, менің миымда тыныштық болды дейді. Көрдіңіздер ме, энергия қалай жұмыс жасайды. И гениальность, именно гениальный идея сіздерде пайда болады. Қашан? Сіздердің тәндеріңізде тәртіп болған кезде, саналарыңызда тыныштық болған кезде ғана идея пайда болады. Кез келген адамды Алла Тағала махаббатымен жаратады. Бірақ біз неден күйрейміз? Біз соны түсінбеген кезде күйрейміз да. На самом деле, тағы да мен сіздерге конкретный, четкий бір кейс айтайын. Марат Омаровты бүткіл Қазақстан таниды. Ол кісі кім деп ойлайсыздар? Әрине жетілік. Оның жан дүниесі жүзеге асып, сахнаның қазір жұлдызы. Сондықтан да сіз де сондай жұлдызсыз. Бірақ өзіңізді зерттеңіз и энергияңызды көтеріңіз. Келесі видеода кездескенше.